Ассаламуалейкум қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамыз ер азаматтарға арналады. Жалпы ер азаматтар қалай күтіну керек? Жыныстық белсенділігін қалай арттыруына болады? Әлсіреген организмді қалай көтереміз? Жалпы ер азаматтардың күтіміне қандай күтім жасалады? Сол жөнінде бүгінгі бағдарламамызда айтып өтпекпіз. Ал енді студиямызға келген мамандарды өздеріңізбен таныстырып өтейін. Білекті уролог, андролог дәрігер Олжас Омарұлы. Олжас мырза, қош келдіңіз. Екінші қонағымыз Простатинур орталығының білекті маманы Нұрдәулет Әшімханұлы. Сұрақтарыңыз болса, дәл қазір экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Және бүгінгі бағдарламамыз ер азаматтар өздеріңізге арналады. Енді уролог маманды бекерден бекер, бостан босқа шақырып отырған жоқпыз. Ең бірінші ер азаматтың қуатын арттыратын, жыныстық белсенділігін күшейтетін дүние ол өз-өзіне күтім жасау арқылы келеді. Енді бірінші кезекте де ер азамат қылатын оның белсенділігі ғой. Сондықтан да уролог ретінде ер азаматтар өзіне қалай күтім жасау керек? Соған бір тоқталайықшы. Ер азаматтар дәрігерге өте кеш кезде, өте асқын кеткен кезде, яғни созылмалы формасына өтіп кеткен кезде ғана келіп қаралып жатады. Ол кезде ем жүргізу өте ұзақ болады және нәтиже беруі кейбір жағдайда байқалмауы мүмкін. Сол себепті де қазақ жігіттеріне уақытылы және де профилактикалық жылына бір рет келіп қаралып тұруға кеңес беремін дәрігер ретінде. Алдын алу шаралары әрине адам аяғын жылы ұстау, отырған орнын жылы ұстау, мына ашты және майлы тағамдардан аулақ болу, алкогольді ішімдерден аулақ болу деген сияқты осы факторлардың барлығы, яғни жаңағы простатит, аденома деген сияқты ауруларды қоздыруына септігін тигізеді. Енді ер азаматтардың ауруларының ішіндегі ең белең алып тұрғаны, ең қауіптісі, ертең өмір сүру салтын әсер ететін, ұрпақ сүю қабілетін жойып жіберетін дейміз бе? Жалпы қайсы ер азаматтардың аурулары қазір үдеп тұрған? Қазіргі таңда ең белең алып тұрған аурулардың бірі урологиялық ауру, ол простатит, яғни қуғасты безінің қабыну ауруы болып табылады. Қазір қанша пайызды құрайды ер азаматтардың осы аурумен ауруы? Қазіргі таңда шамамен 100%-дің 20-30% ер жігіт азаматтары осы созылмалы простатит ауруынан жапа шегіп жатыр. Қадірменді телекөрермендер, бізді бақылап отырған болсаңыздар, біз ер азаматтардың қуатын арттыру үшін кезіндегі атқа мініп, айқайлап, шауып, 60-ында, 70-інде, 80-інде өздерінің ұрпақтарын дүниеге алып келе жатқан аталарымыз, қуатты бабаларымыз бүгінгі таңда жоқ қой. Десе де біз осы заманымызда біздегі кейбір өмір сүру салтымызға әсер ететін кедергілерді көре отыра, өз-өзімізге күтім жасауымыз алдыңғы кезекке шығатыны сөзсіз. Сондықтан да біз сіздерге осы бағдарламаны арнап отырмыз. Қазіргі таңда емделудің түрлі жолдары бар. Пайдаланамын дейтін болсаңыздар, өнімдердің де түрлі тәсілдері немесе түрлері бар. Олардың ішіндегі озығы қайсы? Қайсын таңдау керек? Бас қатыратын мәселе. Сондықтан да сіздерге бүгінгі бағдарламамызда Простатинур өнімін ұсынғалы отырмыз. Өйткені менің қасымда осы орталықтың білікті маманы бар. Енді бұл өнім жайлы қандай ақпарат білгілеріңіз келеді, экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Онымен қоса маманнан да сіздерге кеңес алып бере аламыз. Бұл өнім жайлы айтыңызшы. Еркектік қуатты арттыруға әсерін бере ме? Әрине береді. Бұл Простатинур өнімі тек қана еркектік белсенділік, яғни ердің екінші жүрегі ғой, былай айтқан кезде. Ол ердің екінші абыройы болғандықтан, ол жердегі белсенділікті арттырып қана қоймай, ол жердегі ішіндегі шлактар болады, токсиндар болады. Соның бәрін толығымен сыртқа тазалап шығып, жаңағы ұрық сапасына келген кезде ұрықтың, яғни активностін жоғарылатады.
ішіндегі өлген ұрықтар бар, активность төмендеп кеткендер, оларды сыртқа шығарып, одан кейін мынау іштегі шлактоксинмен бірге қосып шыққаннан кейін еркектік белсенділікті және оның еркектік белдегі күш қуатын өте жоғары көтереді. Оны қайдан байқауға болады? Оны бастапқы қолданып жүрген кезде біз өзіміз ол нұсқаулық бойынша адамның жаңағы мәселесіне, яғни диагнозына байланысты оны нақтылап орталыққа түскеннен кейін оны айтып беріп, түсіндіріп, сол бойынша курстық лечение, курстық емдік тағайындалады, сол бойынша оны ары қарай бақылап, қадағалап, түсіндіріп отырамыз. Қанша жастан бастап қолдануға болады? Жасөспірімнен бастап қолдануға болады, яғни 18 жастан жоғары қолдануға болады бұл. Барлық жағдайда қолдануға. Кері әсері бар ма бір? Жоқ, ешқандай кері әсер етпейді бұл өнім. Неге? Оған не дәлел? Табиғи өнім ғой бұл. Бұл құрамында ешқандай химикалық қоспалар жоқ. Неден жасалған сонда бұл өнім? Табиғи? Бұл табиғи шөптерден жасалған. Бұл Үндістан мемлекетінен келетін, бұл ішіндегі 8 түрлі емдік шөптен жасалған, сығындысынан жасалған. Ең атақтыларын интернеттен бір көрермендеріміз көре алатындай, біле алатындай, ақпарат ала алатындай бір екеуінің атауын айтыңызшы. Бұның ішінде бархумия деген бар, куркума деген бар. Одан кейін жаңағы карловке пальма деген бар. Бұл шөптердің бұның мықтылығы несеп жолдарының ішіндегі жаңағы шлактоксиндер тазалау, жамбас сүйегінің маңындағы қан айналым жүйесін реттеу, қазіргі кезде ер азаматтарында бастапқы кезде аяқтарын тоңуы. Ол осы жаңа жамбас сүйектің маңында қан айналым жүйесін ғана реттемей, белден төмен қан айналым жүйесі жақсарып, онымен қоса бұның ішіндегі белсенділігімен жаңағы аяқтың тоңуы басылып, еркектік күш қуат артып, дәретке түнде жиі шыға беру басылып, қалыпты ұйқы, тыныш ұйқы. Ал тыныш ұйқы болғаннан кейін ер адамның жаңағы жүйке жүйесі тынышталады. Бәрекелді, қадірмен телекөрермендер, міне Олжас мырзаның, уролог-андролог дәрігердің кеңесін тыңдадыңыздар. Простатинур орталығының білікті маманның да айтқандарын естідіңіздер. Енді өнім жайлы тағы да толық ақпаратты экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласу арқылы ала аласыздар. Егер тапсырыс берген жағдайда республикамыздың кез келген аймағына жеткізу қызметі тегін екенін естеріңізге сала кетеміз. Халал стандарттарына сай, халал куәлігін алған, GMP стандарты куәлігі бар өнім туралы айтарымыз осы. Тапсырыс беремін десеңіздер, экранда көрсетілген байланыс нөміріне қайта хабарласыңыздар. Бүгінге осы, келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.